самоидентификация дейді ғой орысша. Идентификация, ұлттық болмысыңа үңілу, жаңа Асылжан ханым айтқандай. Бұл тамырына жалғану деген дүние ғой. Осы процесс жақсы жүріп жатыр. Өте жақсы жүріп жатыр. Ол бізде ғана емес, мысалға Ресейдегі кішкентай шағын ұлттардың өзінде де жүріп жатыр. Бұл мен мысалға өзі тіл үйрету барысында маған келіп жатқан азаматтардан соны естимін, өз ауыздарынан. Яғни тамырына жалғанғысы келеді. Ал сенің тамырың қайда? Ол сенің тіліңде ғана. Өйткені тіл бұл ұлттың жаны, ол тілдің ішінде бәрі тұр, мәдениетте тұр. Сенің өткен жолың, ата бабаңның жол бәрі сол тілдің ішінде тұр да. Сен тілді меңгергенде ғана сол өз ұлтыңның тамырына қайдан жалғана аласың. Осындай құндылықтарды сезіну байқалып жатыр біздің азаматтардың арасында. Өте жақсы процесс, бұл жақсы тенденция. Негізінде бұны мемлекет осы сәтті пайдаланып қалу керек, ұтымды пайдаланып қалу керек секілді. Өйткені идеологиялық тұрғыда жұмыс істеу қажет секілді. Өйткені қазір бір ашынып тұрған, осыған ашығып тұрған азаматтар көбейді. Ұлттық құндылыққа ашыққан адамдар.